Так, мынау асқазаннан тамақ кіргендегі міне мынау асқазан, мынау өт, өт. Асқазанға тамақты жейміз, плотный жейміз, майлы тамақтың бәрін жейміз. Асқазан ісет, сразу мыналар ісет. Ісінген кезде мына өт екеуі мына жерге қысылады да, өт тамбайды. Сонан изжога, қыжыл, ісіп, тамақ сіңбей, өт ауру береді. Асқазан ауырып, тяжесть болады, қыжылдап аузыңа келе береді, дәмі сіңбейді. Содан кола ішіп жатады. Кола мынаны одан бетер ісіріп жібереді. Өт тамбағанның нәтижесінде өт қоюланып, ісіп, мынау шар болып ісіп тұрады өтің тамбағаннан кейін. Өт қоюланып, қисая бастайды. Сөйтеді да тасқа айналады. Сөйтіп ауырады міне. Содан коланың зияны, газ напитканың зияны өтке. Ең бірінші зияны мынаған. Бауырға енді оны само собой айтпаса да болады. Сол үшін өтті істетіп, нормада істеп тұру үшін су тамақтан жарты сағат алдын асқазанға су ішсе, асқазанға түскеннен кейін автоматически өт жұмыс істейді. Тамақ келді деп ойлап қалады. Өт тамызып асқазанды дайындап тұрады. Өттің бәрі жақсы айналғаннан кейін мына жерде кәдімгідей іске түседі да, тамақ жеген тамағың тез өтіп, сіңіп, ары қарай кете береді. Тоқ ішекпенен. Көріп алыңдар. Мына оң жақ, міне бауыр, өт, тоқ ішек, міне мына 13 болып тұрған аппендицит. Міне оң жақ. Мына тоқ ішек айналып, міне ар жақта аш ішектер. Көрдіңдер ме? Мына 12 бармақ ішек. Мына кішкентай. Сонымен мына асқазанның астындағы безі, мына тоқ ішек желменен мына сыртқа қарай шығып кетеді. Оң жақта көп органдар міне оң жақта орналасқан. Асқазанның міне асқазан көбінше ауырған кезде міне мынау ауырады. Бүгілген жерінде сіңбей осы жерде ауырып қалады. Газ өте зиян. Кола, пола дегеннің бәрі зиян. Асқазанды ісіріп жібереді да, өтіңді тамызбай қояды. Өт тамбағаннан кейін ол қоюланып, ісіп, тасқа айналады. Су ішіңдер тамақтан жарты сағат алдын, тамақтан 1 сағаттан кейін су, ең жақсы су.